Кейде отбасыда біреуі қатты ашушаң болады. Кейде ер адам, кейде әйел адам. Ашушаңдықты қоям десе де қоя алмай жүрген адамдар болады. Соларға қасиетті Әли Имран сүресінің 134-ші аятының соңғы жағында келетін Аузу биллахи минаш шайтанир раджим вал казиминал гайза вал афина анин нас валлаху юхиббул мухсинин деген бөлігін суға дем салса да болады, немесе күнделікті 100 рет кемінде қайталап жүрсе, ашушаңдығын қайтаруға көмектеседі. Бұл да тәжірибе кітаптарында келеді. Ашушаң адамды және мінезі жаман адамды Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам жәннатқа кірмейді деген. Құлық мінезі жақсы болған адам қияметте таразыда жақсылықтары ауыр болады екен. Мұсылман болып жаман мінезде ашушаң адам болып қалуға рұқсат етілмейді. Біз қалайда жақсылыққа өзгеруіміз керекпіз. Алла береке берсін.